Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгін судың пайдасы мен зияны жайында айтатын боламын. Адам 65%-ға судан тұрады. Судың адамның денсаулығына тигізетін пайдасы мен маңызы өте үлкен. Күніне 2 литр су ішу керек дегенді кеңестерді жиі естіп жатамыз. Бірақ оның зиянды әсері де бар. Ол қандай? Судың пайдасы. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадағы тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы аурулар мен улану кезінде көбірек су ішкізіледі. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтып, әжімдерді пайда болуын әкеп соғады. Асқазанның дұрыс қызмет етуін қамтамасыз етеді. Сусыз ішек баяу жұмыс істейді, сол себепті адамның іші жиі ауырып, ауырсызданып, жағымсыз иіс шығады. Оны дұрыс мөлшерде тұтыну жүрек ауруларының дамуының қаупін 41%-ға төмендетеді. Адамның иммунитет жүйесінде пайдасы да үлкен. Суды аз мөлшерде ішетін адамдарға әртүрлі ауруларға бейім болады. Тамақтанудың алдында 5-10 минут бұрын су ішсеңіз, сіздің тәбетіңіз жоғалады. Бұл арықтауға көмектеседі. Ағзадағы судың аз болуы басты аурудың әсер етеді. 2 стакан сұйықтық ішсеңіз, бастың ауруы басылады. Ал судың зияны. Ағзада судың мөлшері тым көп болса, ол жүрек пен бүйрекке жүктемені 2 есе арттырады. Аз мөлшерде су ішкен жағдайда бас ауруы, әлсіздік және зәр шығару кезінде қиындықтар тудырады. Тым ыстық қылып су ішу асқазанның ойық жарасы немесе панкреатиттің басталуына әкелуі мүмкін. Адам қанша литр су ішу керек? Күніне 2 литр су ішу керек дегенді ұмытыңыз. Адамның салмағына, физикалық белсенділігіне және өмір сүру салтына қарай әр адам нормасында әр түрлі болады. Мысалы, 50 килограммдық кісіге 1,5 литр су ішу қажет, яғни 1 килограммға 30 миллилитр. Оянғаннан кейін 1 стакан ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын немесе тамақтан кейін 3 сағаттан кейін суды ішуге кеңес беріледі. Денсаулықтың жақсарту үшін шай, кофе, сүт, айран емес, тек қана таза судың пайдалану керек. Шөлдесеңіз шыдап тұрудың қажеті жоқ, бірден су ішіңіз. Су адам ағзасы үшін пайдалы болғандықтан суды күніне 6 стаканнан 8 стаканға дейін ішу керек. Алайда құбырдан ағатын суық суды қайнатып барып ішу керек. Өйткені су қайнатқанда құрамындағы металдар мен зиянды заттар жойылады. Зерттеу нәтижесінде жылы су ішудің мынандай пайдалы жақтары бар. Жылы су терісінің тазалайды, әсіресе аязды күндері терісі құрғақ адамдар ішкен жақсы. Бұлшықеттерді босаңтады, әсіресе қыздардың етеккірі келгенде мұның пайдасы зор. Таңғы асқа жарты сағат уақыт қалғанда және тамақтан соң 1 стакан жылы су ішсеңіз, асқазаныңыздағы жұмыс жақсарып, ауруларға жол бермейді. Аш кезіңізде ыстық су ішсеңіз, қуық жолдарыңыз барлық микробтар өлтіріледі. Суық су ішуді барлығымыз жақсы көреміз, алайда одан келер кері әсерін біле бермейміз. Осы кезде керісінше бүйректің тамыр кеңейіп, қан айналымы күшейіп, бүйрекке салмақ түсе бастайды. Бүйрекке қан көп мөлшерде барғандықтан, онда несеп көптеп өндіріліп, адам кіші дәретке суық су ішкеннен кейін тез шығады. Көптеген тамырлар тартылып қалғандықтан ағзаға қажетті су барлық жасушаларға бара алмайды. Осылайша қанша су ішсем де терім құрғақ деген шағымдар айтамыз. Суық су ішкеннен кейін асқазанға оның дене температурасының бірдей болғанын жылытып ұстап тұрады. Оның жылытуға энергия жұмсалады, ал бізге күш-қуатымыз тасып жүру үшін энергия үнемі қажет. Ас қорытуды баяулатады, әсіресе майлы тағамдардың қорытылу қиындайды. Ал енді жылы су ішудің пайдасына тоқталатын болсақ. Ішетін жылы суымыз 37 градустың аралығында болуы керек, бірақ жазда ыстығының бөлме температурасында судан іше беруге болады. Жылы су ішкеннен кейін барлық қан тамырлар кеңейіп, су ағзаның түкпір-түкпіріне жасушаларға жетіп, зат алмасу жақсарады, артық салмақтан арылуға таптырмас көмек.
қан тамырларға жиналған холестеринді азайтады, ас қорытуды жақсартады. Тамақтан 30 минут бұрын ішкен дұрыс. Инфекциялық аурулар кезінде токсиндерді тездетіп сыртқа шығаруға көмектеседі. Тұмауратқан кезде іші өткен балаларға таптырмас сусын. Запор мазалайтын адамдарға осы жылы сумен дос болу керек. Ағзаға су жеткілікті болса, адам күні бойы сергек жүретін болады. Су ішкен сайын шөлдей беретін болғаныңыздан байқаңыз. Су ішкен сайын шөлдей беретін болғаныңызды байқаңыз. Себебі су ішпейтін адамдар өздігінен шөлдеп жүргенін жақсы сезінбейтін болып кетеді. Су ішіп бастаған соң шөлдеу сезімі қайтадан қалпына келеді. Достар, күніне қанша литр су ішесіздер? Өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар, және суды көп ішетін, суды мүлдем ішпейтін достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі жолы қандай видео түсірейін, соны және комментарийға жазып кетіңіздер.